Ассалаумағалейкумдер. Қалайсыздар, амансыздар ма? Мен айтайын дегем, мен айттым ғой өткенде, Даджал кәпір құдай Бауыржан Бек Бауыржан табынырау деп. Сол неде айтқандай, сол мен мектеп оқып жүрген кезде 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 сол аралықтарда ғой, үлкен класста. Өзім туған ағам Әлімжан ағаммен, Әлімжан братпен жапташ суға шомылғанбыз деп айттым ғой. Сол неде судан байқалмай қалған ғой. Судан байқалмай қалған, су көп болғанда, ол тұрбаны байқалмай қалған, тұрбаның бер жағына атып жіберген, тұрбаның сәл ортасына атып жіберген, тұрба бар екен да, мына шетінде. Ол су көрсетпей қалғанда, жабылып қалған. Мен содан тұрбаның ортасынан атып жіберген, тұрбаны сәл басына атқанда басыма тимес пе еді деген сияқты ғой, басым жарылмас па деген. Сол кезде басыма травма алмас па еді деген сияқты ғой. Соны айтайын деп жатқаным, сол кезде сол оң көзге әсер беріп, содан бір көз бара-бара ол көзім көріп тұр, айтқандай, просто жаңағындай неде, жаңағындай өткенде айтып өткендей, жаңағындай окулистерге барған кезде алыстан қаратып не қылады ғой, әріптерді көрсетіп, сол кезде Ш болса М деген сияқты сәл чуть-чуть қателесіп, былай көріп тұр оң көзім. Сол жерде былай қарап тұрған кезде айтып жатыр едім ғой. Сол не қылған, оң көзге не қылып, бір көз кішкентай, бір көз үлкен сияқты қараған кезде да, сондай болған. Сосын ден сау, ол ер, қыз, әйел, адамдар бар емес па? Соларға мен мысалы деп қараған кезде, мені бұлай сырттан қараған адам сәл жаңағындай көзі көрмей ма деген сияқты, түрі бір көзі кішкентай, бір көзі үлкен, қалай деген сияқты, сондай неге алып барған. Айтып өткізгенімізде, Даджал бір көзді адам деп не қойып қой, нелерге, интернетке салып деген сияқты. Мен сол айтайын, сол кезде Әлімжан туған аға айтқан маған, Бауыржан сальто тастама деп айтқан. Қазір тұра тұрыңыздар. Не айтып жатыр едік. Сондай болған ғой, сол дені сау адамдарға қараған кезде, бұлай деп қарайды да, бұлай түрмен бір дені сау ол ер адам емес деген сияқты қарайды да. Мен сол айтайын, сол кезде айтып өткенімізде, Әлімжан туған аға сол кезде айтқан, Бауыржан сальто тастама деп айтқан. Жоқ, Әлімжан өзім не қылам деп, сол кезде мен жүгіріп сальто тастай беретін едім ғой, сол судан су жауып тұрғаннан, оның мен сальтоның тұрбаның бер жағы екен, тастап қалыппын, бер жағында, ар жағында тұрба бар екен, басым тиіп кеткен сальто тастап атқан кезде. Содан басқа жағындай травма болып, сондай болған. Мен сол айтайын дегенім. Сондай болған,
сондай болған. Сол мектепте оқып жүрген кезде ол да сол мектептің сол 5-тен 6, 7, 8, 9 классқа дейін сол оқып жүрген кезде сол кейбірсін Сәрсенғали аға қайтыс болған мазарына барып жаңағыдай тазалау керек, отын шабу керек деген кезде сол кезде Бақтыбай бөлемен туған шешесі Жібек апа келген. Нағашы әже Талшын әженің үйінде болғанбыз, қоңырат көріпті. Сол жерде болған кезде жаңағындай Бақтыбай бөлемен туған шешесі Жібек апа асықтырып, бола бол бауыржан, бола бол, өзім отын шауып атқанмын. Сол өзі балтамен шауып атқан кезде өзі жаңағы қалай молаға мазарға барғанда қалай шабам деп отырған кейін сөйтіп отырғаным, қалай қазір мазарда адам өліп отқан жерде қалай қорыққанбыз, бір жағынан моланың басына барғымыз келмей, моланың ішіне түсесің деп, содан не қылып сөйтіп жүргенде балтаны шауып атқан ағашың аяққа тиіп кеткен ғой. Содан аяққа тиіп кетті, сол аяққа. Содан қан ағып, содан 1-2 аптадай жүре алмай, мына сүйектің тобықтың ортасынан аяқ не қылған кезде. Содан сол аяқты да кейін істедіп, аяқты да не қылып, аяққа сол балта тиіп кетті. Жаңағы істеп атқан кезде Жібек апалары, Бақтыбай бөлелер асықтырып, бола бол, қазір мен сені істетем, Жібек апа солай деген, қазір мен сені істетем, осылай қылам, қазір істейсің осы жерде, жұмыс істейсің, отын шабасың деп, моланың басында қалай шабам деп сөйтіп отырған кезде жаңағындай бір жағынан қорқып, молада қалай болады екен деп, балтамен шауып атқан, жұмыс істеп атқан жерінен балтамен шауып атқан аяққа тиіп кетіп, сол аяққан қан қылып, содан 1-2 аптадай сол не қылып, мынандай жерге көк шаймен жауып, Роза жеңше бар, сол жерде Қуандық нағашының келіншегі, көк шаймен жауып, сол кезде тоқтатып, 1-2 аптадай жүріп, содан шагаттап жүрген ереміз. Сонымен енді қатардағы бауыржан, биік бауыржан табындыру деп шығып жатырмын видео жазбаларға. Сол видео жазбаларда енді мен айтайын деген, шагаттаймыз ғой, шагаттаған кезде сәл енді мен аяғым бір тегіс діңк деп түсе қоймайтын, содан да болуы мүмкін деп айтып жатқандағым ғой. Жалпы шагаттаймыз, әңгіме жоқ, бірақ енді анандай бір тегіс шагаттап, ондай менің аяғым сол балтамен ұрғаннан да болуы мүмкін деген сияқты ғой. Мен сол айтайын деген. Сол жалпы сөйтіп жүргендегі сондай болған ғой. Баяғы не қылған кезде. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге бауыржан, биік бауыржан.